Себебі ол менің жүрегімнің қалауы болды. Заңгерлік салаға мен мода қуып немесе шекпен киейін деп барған жоқпын. Қазақ тілді қоғамды арандату оңай, өйткені қазақ тілді орта манипуляциялануға бейім тұратын орта. Сауатты іс-қимыл жасау арқылы адам құқығы мәселесін халықаралық деңгейде көтеруге болатындығын көрсетті. Бірінші кезекте қазақтың құқығы. Мартин Лютер Кингтен бастап әлемдік деңгейде мойындалған құқық қорғаушылардың барлығы да өз халық үшін, өз ұлт үшін қызмет еткендігін біз ескере бермейміз. 2020 жылдың бастапқы кезеңінде пандемия алғаш басталған кезде Бекшиннің қаулысын бұзып, таңертең ерте тұрып, бала-шағамен таңғы ауада жүгіріп жаттығу жасадым. Өзіңде барды бағаламау, аспандағы айға қол созу. Әрине, міндетті түрде. Әрбір 5 ісімнің 2-ін тегін қорғаймын деп, мен өз алдыма мақсат қойғам. Қазіргі таңда әрбір 5 ісімнің 2-і емес, 3-і, кейде 4-і тегін болып кетіп жатыр. Отбасындағы әділдік ол біздің ата-бабамыздан қалған жол деп есептеймін. Қазақтың жалпы өткен тарихына көз салып қарайтын болсақ, қазақтың мәдениетінде, қазақтың тарихында ер мен әйелдің рөлі тең болған. Сот әділетсіз шешім шығарса, ол бірінші кезекте елдің, халықтың, мемлекеттің негізіне деген сенімін жояды. Азайтпайды. Себебі ешбір қылмыскер өз қылмысы әшкере болып ұсталып қалам деп ойламайды. Судья қаралса, ет сасыса тұз себесін, тұз сасыса не себесін деген қазақтың мақалы ойыма түседі. Керек деп есептеймін. Ол жаңағыдай бас бостандығын шектеу орында сіз бен біздің салығымызға босқа өмір сүргенше, одан да қазынаны қампайтсын. Мен қорғай алмаған адал адамдар көп болды. Оның ішінде профессор Саят Ибраев та, мемлекет үшін қызмет еткен мемлекеттік қайраткер Ислам Әбішев те бар. Сотта қорғадым, қорғайда беремін. Мен тек қана әйел адамды зорлаған, сонымен қатар педофилияны ғана қорғамайды. Қашан полицейлер сан қуалауды тоқтатады, сол кезде тоқтайды. Сол адалдықты өмірде өзің ұстану. Себебі кеңес үкіметінің сарқыншағымыз. Ұлттық идея ғана.